Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен тәрбиелік мағынасы өте зор, бүгінгі қоғамға қажетті, өзекті тақырып төңірегінде сөз қозғамақшымын. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, өзге де таныстарыңызбен бөлісе отырсаңыз, бір-біріміздің рухани өсуімізді қолдап жүрсек, көктегі жаратушы да оны көріп, бәріміз өзімізге жақсы жағынан қайтарып беретінін әрдайым есімізге алып жүрсек, табысты адам болуымыз әбден мүмкін. Ұяттың мәні және оның өмірдегі маңызы бүгінгі қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі. Абай атамыз айтқандай, толық адам болудың бастапқы қадамы ұят болады деген құнды сөзді жадымыздан шығармау. Қазақ халқы ежелден ұят пен ар ожданды биік қойған. Ыстықтан ет күйеді, ұяттан бет күйеді деген мақал да осы ұғымның айқын көрінісі. Бұл сөздің астарында ұяттың адам өміріндегі орны, оның рухани адамгершілік құндылықтармен байланысы жатыр. Өкінішке қарай қазіргі таңда кейбір адамдар ұятты ескермей, өзін қалай ұстаса да бәрібір деп ойлап, ар ұят шегінен асып жатады. Бірақ ұят адамның ішкі тазалығын, оның адамгершілігін сақтайтын басты ұстаным. Ұят қоғамның тәрбие құралы. Ұят адамның өз іс-әрекетіне есеп беруі, дұрыс пен бұрысты айыра білуі, ол біздің ішкі ар-ұжданымызбен байланысты. Яғни әрбір адамның бойындағы табиғи тежегіш күш. Ұят болмаса адам арсыздыққа, имансыздыққа, жауапсыздыққа бет бұрып, кез келген теріс қылықты жасаудан тайынбайды. Мысалы, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде кез келген нәрсені ашық көрсетіп, моральдық шектеулерден аттап өтетіндер көбейді. Біреуді келемеждеу, орынсыз әдепсіз әңгімелер айту, жалған ақпарат тарату, өз-өзін арзан жолмен жарнамалау, мұның бәрі адамның бойында ұяттың жоғалғанын көрсетеді. Бұрын ата-аналарымыз ұят болады деп тыйып отыратын нәрселерді қазір кейбіреулер ерсі деп санамайды. Бірақ мұндай көзқарас түбінде қоғамда аздырады. Өмірлік мынандай мысалдар келтірейік. Ата-анаң алдындағы ұят. Кейбір жастар үлкендердің сөзін тыңдамай, өзін білемдікке салынып, ата-анасының үмітін ақтамай жатады. Бірақ есейгенде сол қателігін түсінген кезде кеш болуы мүмкін. Ата-анасына ауыр сөз айтып, көңілін қалдырған адам түбінде өкінішке ұшырайды. Достық пен адалдыққа қатысты. Досыңның сенімін сатып кету, аманатқа қиянат жасау, ұяттың ең төмен деңгейі. Мұндай адамдар уақыт өте келе жалғыз қалады. Өйткені сенімін жоғалтқаннан кейін оны қайтару қиын. Жалған өмір сүру, біреулерге өтірік ақпарат таратып, жалған жетістіктерін көрсетіп, өз беделін қолдан жасайды кейбір адамдар. Бірақ уақыт өте келе шындық бәрібір ашылады. Ал ұяттан бет күйген кезде бәрі кеш болуы мүмкін. Енді көре алмаушылық пен өсек қақында. Біреудің жетістігін көре алмай, сыртынан ғайбат сөз айтуда арсыздық. Адам өз еңбегімен, адал жолмен биікке көтерілгенде, өзгелер оны қолдауы керек. Ал өсек айтып, жала жабу ең ұят әрекеттердің бірі. Келесі енді еңбекке адал қарамау. Кейбір адамдар жұмысқа немқұрайлы қарап, өз міндеттерін дұрыс атқармайды. Жауапкершіліксіздік, жалқаулық, адамның ар-ұятына сын. Өз еңбегіне жауапкершілікпен қарау қоғам алдындағы міндет. Сол сияқты тағы бір мысал, қарызды қайтармау. Біреуден қарыз алып, оны қайтармай, әртүрлі сылтау айту адамгершілікке жатпайтын әрекет. Мұндай адамдар түбінде сенімнен айырылып, айналасындағылардың
құрметінен қағылады. Келесі енді бір түрі осындай өмірлік мысалдың қоғамдық орындардағы әдепсіздік. Қоғамдық көлікте егде адамдарға орын бермеу, көшеде тәртіп сақтамау, мәдениетсіздік. Бұл да ұяттың азаюының белгісі. Бала тәрбиесінде үлкендер үлгі болуы керек. Өйткені жастар үлкендердің әрекетін қайталайды. Жастар немесе балаңыз айтқаныңызды емес, сіздің көрсеткен өнегеңізді қайталайтынын есіңізден шығармау керек. Ұят адамның қорғаны. Ұяттың жоғалуы рухани құлдырауға әкеледі түбінде. Ар ұяты бар адам кез келген қадамды жасаудан бұрын өз-өзіне есеп береді. Мен осы әрекетім үшін кейін ұялмаймын ба деген сұрақты қоюы керек. Ал ұяттан жұрдай адам бәріне немқұрайлы қарайды, өз ар-ұжданын тыңдамайды. Енді қорытындылайық. Сонымен ұят адамның ең үлкен байлығы. Оны жоғалтпау үшін ішкі мәдениетімізді, ар-ұжданымызды сақтап, ұятсыздыққа жол бермеуіміз керек. Әрекетімізді ақылға салып, кейін бетіміз күйіп жүрмеу үшін, саналы түрде өмір сүру үшін нағыз адамгершілік қасиеттерге қарай талпынуымыз керек. Ыстықтан ет күйеді, ұяттан бет күйеді деген қазақ халқының дана мақалының мәні өте зор. Оны өмірлік қағида етіп ұстану әрбір саналы адамның міндеті. Ұятсыздық түбінде өкінішке әкеледі. Ұятымыз басым болсын, отандастар. Ұят болады деген сөз біздің негізгі ұстанымымыз болсын. Ұят болады деген сөзді қағида ретінде, ұстаным ретінде ұстап жүрсек әркез, алар асуымыз, шығар биігіміз артып, құрметіміз артып, әр уақытта өз-өзімізге сенімді боламыз. Ұятты болайық. Бір керектеріңізге жарасын, өзге де таныстарыңызға тарата отырыңыздар. Бұл әр адамға ой салатын өзекті тақырыптың бірі деп ойлаймын. Бар болайық, құрметті отандастар. Рухани білімді болайық. Мына қысқа ғұмырда адамша дұрыс өмір сүрейік. Біздің хайуаннан айырмашылығымыз санамызда. Сондықтан атамыз айтқандай, санамызды оятып, толық адамдардың қатарын көбейтейік.